Спутниктік картаны ашып, Сахараның солтүстік шығысына, Ливия шөлінің мағыз қайнап тұрған ортасына көз салсақ, бұл жақта жазда температура тұрақты 40 градустан асады, ал жауын-шашын жылдар бойы тамбайды. Осындай жансыз, ұшы-қиыры жоқ құмның ортасынан парадоксалды көріністі байқайсыз. Тұтас бір шағын аудандармен тең келетін мінсіз дөңгелек, қанық жасыл шеңберлер. Бұл әскери базада, картадағы бакта емес. Дәл қазір Мысыр миллиондаған байлығын тікелей мағынасында қызып тұрған құмға көміп жатыр. Масштабы миға қонбайды. Тошка мен жаңа Дельта сияқты агромега жобаларға жүздеген миллион емес, ондаған миллиард доллар құйылуда. Осы алқаптарды суару үшін үкімет онсыз да суалып бара жатқан Нилдің соңғы тамшысын сығып алумен шектелмейді. Ел алып, ежелгі Нубия сулы қабатын тесіп, ауыл шаруашылық қалдық суларын екінші айналымға жіберу үшін зәулім зауыттар салып жатыр. Осы тұста басты сұрақ туындайды. Сорғылар тоқтаған сәтте-ақ өлетін жасанды экожүйені мидай даланың қақ ортасында құрудың не қажеті бар? Мемлекеттік телеарналар тамсана жырлап әлек. Көрерменге табиғатты бағындырған ұлы жеңіс туралы әдемі ертегі сатуда. Визуалды түрде бұл расымен де әсерлі. Ел картаны сары түстен жасылға бояп жатқандай. Бірақ пропаганданың үнін өшірсек, ащы шындық су бетіне қалқып шығады. Каир бұған экономикалық пайда көру үшін барып отырған жоқ. Бұл шарасыздықтан туған қадам. Мысырда жыл сайын 1,5 миллионға жуық бала дүниеге келеді. 2050 жылға қарай мемлекет тағы 40 миллион аш құрсақты асырауға мәжбүр болады. Ал дәл осы уақытта оңтүстікте, Эфиопия тауларында алып бөгеттің құрылысы аяқталды. Ол мысырлықтардың күретамырын бұрап тастайтын нағыз кранға айналды. Бұл видеода біз сыртқы қарызға батып, валютасы құнсызданған, әскери режим басқарып отырған елдің кез келген жолмен аман қалу үшін не істеп жатқанын баяндаймыз. Дайындалыңыздар. Бүгін біз 21 ғасырдағы ең ауқымды су соғысының анатомиясын бөлшектеп талдаймыз. Жайғасып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Мысырдың шөл далаға неліктен қашып жатқанын түсіну үшін, оның қай жерден кетіп бара жатқанына қарау керек. Осы елдің түнгі картасына назар аударыңыз. Бір қарағанда таңға жайып, сонымен бірге қорқынышты көрініс. Нилдің жіңішке жарық сызығымен солтүстіктегі дельта үшбұрышы. Айналасы тас қараңғы түнек. Қағаз жүзінде Мысыр, алып мемлекет. Бірақ шынайы өмірде 110 миллион халық. Бүкіл ел аумағының небәрі 5%-ын құрайтын алақандай жерге қамалып қойған. Бұл ғаламшардағы халық ең тығыз орналасқан нүктелердің бірі. Ал бұл сұмдық тығыздық тіршіліктің негізі. Нил дельтасын жайлап өлтіріп жатыр. Мыңдаған жыл бойы ризық беріп келген құнарлы топырақ енді заңсыз салынған бетон үйлердің іргетасының астында мәңгілікке көмілуде. Бірақ бұл жағдай Каирдің зәре-құтын неге сонша қашырды? Басқа елдер сияқты тамақты шетелден сатып ала салса болмай ма? Болады, егер ақшаңыз болса. Ал Мысырда ол жоқ. Дәл осы жерде біз бұл ұлттың ең басты жанды жері, бидай мәселесіне келіп тірелеміз. Мысыр үшін нам құрғақ калория емес. Жергілікті диалектіде нан мағынасын беретін айш сөзі тікелей аударғанда өмір дегенді білдіреді. Және бұл жай ғана әдемі сөз емес. Елде, әлемде баламасы жоқ аса ірі мемлекеттік субсидия жүйесі жұмыс істейді. 70 миллионнан астам адам смарт карталарға тәуелді. Ол бойынша үкімет халыққа күн сайын нанды, нақты құнынан 10 еседей арзанға, су тегінге дерлік сатуға міндетті. Нан бағасының осылай тиын-тебен күйінде қалу үшін Мысыр жылына шамамен 3 миллиард доллар жұмсайды. Бұл күн сайын 8 миллион доллар ауаға ұшып жатыр деген сөз. Бірақ билік бұл жүйені бір күнде сызып тастай алмайды. Олардың көз алдында қанмен жазылған тарихи сабақ бар. Мысыр басшылары нан бағасын көтеруге талпынған сайын 1977 жылғыдай миллиондаған халық көшеге төгіліп, полиция бөлімшелерін өртеп, мемлекеттің шаңырағын ортасына түсіре жаздаған. Өйткені бұл біздің түсінігіміздегі қарапайым тамақ емес. Ондаған миллион мысырлық үшін бұл нан кедейлік пен нағыз ашаршылықтың арасындағы соңғы шекара. Бұл ешқандай да асыра сілтеу емес. Бағдарламаға кіретін 70 миллион адамның кең жартысы ұлттық кедейлік шегінен төмен өмір сүріп жатыр. Зерттеулерге сүйенсек, жағдай төмен мысырлық отбасылар ет, тауық, күріш, жұмыртқа мен бұршақ дақылдарын қосқандағыдан көрі калорияның басым бөлігін осы наннан алады екен. Мысырда бидай саяси аман қалудың кепілі. Егер нан қымбаттаса немесе мүлдем жоғалып кетсе, қазіргі әскери режимді 3 күннің ішінде тақтан тайдырады. 2022 жылы Украинадағы соғыс салдарынан әлемдік бидай бағасы бірнеше ай ішінде 60%-ға шарықтап кеткенде, үкімет бір нәрсені нақты түсінді. Тұтас ұлттың тағдырын енді бұлай тағдырдың тәлкегіне қалдыруға болмайды. Олар өте радикалды шешім қабылдады. Адамғалық толы ескі диқаншылар ауылдарын судан шорт кесіп, Нилдің арнасын жансыз шөл далаға бұру. Ондағы мақсат
армияның қатаң бақылауымен нөлден бастап мінсіз толық автоматтандырылған фермалар салу. Қағаз жүзінде бұл жоспар керемет көрінді. Бірақ өте қысқа уақыт ішінде ол Каирдың шамасы келмейтін үлкен күшке барып соғылды. Және бұл күш Каирден оңтүстікке қарай 3000 шақырым қашықтықта биік таулардың арасында орналасқан. Егер Нілдің жалпы картасына қарасаңыз, өзеннің екі негізгі тармақтан, ақ және көк Нілден құралатынын көресіз. Мысырлықтардың үрейін ұшыратын ең басты факт мынау. Барлық тұщы судың 80%-дан астамын дәл осы көк Ніл әкеледі. Ал ол өз бастауын Эфиопия аумағынан алады. Ғасырлар бойы Ніл өз суын Мысырға қарай емін-еркін ағызып келді. Алайда 2011 жылы бәрі тасталқан болды. Ел ішінде төңкеріс болып, хаос жайлап жатқан тұста Эфиопия осы сәтті ұтымды пайдаланып, ғасыр құрылысын бастап жіберді. Өз тарихында тұңғыш рет Мысыр тіршілік көзіне деген толық бақылауын жоғалтты. Эфиопия судың басты шүмегін өз қолына алды. Енді солтүстікке қанша су ағатыны тікелей Аддис Абебаның шешіміне байланысты. Дәл осы жерде Мысырдың шөл даладағы мега жобалар арқылы аман қалу жоспары қатал физикалық реалдылыққа келіп маңдаймен соғылады. Жалпы су қайнап тұрған Сахараға Тошқа жобасындағы әлгі жасыл шеңберлерге қалай жетеді? Оны алып Насер жасанды көлінен дәу сорғы станциялар арқылы тартып алады. Бірақ бұл сорғылардың бір осалтысы бар. Олар суды ең түбінен тарта алмайды. Егер Эфиопия өз су қоймасын тым тез толтыруды ұйғарса, немесе аймақта кәдімгі құрғақшылық болса, Мысырдағы Насер көлінің деңгейі міндетті түрде төмендейді. Су сыни деңгейден сәл төмен түссе болғаны, супер сорғылар ауа жұтып тұрып қалады. Сол кезде $10 миллиард құйылған Мысырдың мақтанышы санаулы апта ішінде құрап, өлі сор тақырға айналады. Орынды сұрақ туындайды. Егер тәуекел соншалықты үлкен болса, неге Каир дәл қазір бұл құмға мұншама ақшаны ессіз жылдамдықпен құйып жатыр? Өйткені Тошқа жай ғана ферма емес, бұл геосаяси блеф және уақытпен жанталаса жарысу. Халықаралық су құқығында пайдалан немесе айырылып қал деген жазылмаған қағида бар. Шөл даланы баға жетпес сумен суарып, дәл қазір бидай егу арқылы Мысыр үкіметі бұлтартпас аргумент дайындап жатыр. Олар БІ-ға өз егістіктерінің спутниктік суреттерін көрсетіп, қараңыздаршы, бізге әрбір тамшы ауадай қажет. Егер Эфиопия өзенді байлап тастаса, біздің агрожүйе күйрейді, ал миллиондаған адам аштан өледі, деп мәлімдегісі келеді. Шын мәнінде Мысыр астрономиялық тұрғыда қымбат. Шығыны шаш етектен фермаларын тірі қалқанға айналдыруға тырысуда. Бірақ мәселе мынада. Егер олар Эфиопиямен келісімге келген күннің өзінде, жоба қазірдің өзінде өзін-өзі өлтіріп жатыр. Бұл жасыл шеңберлердің ішінде армиямен қорқытып, бейбіт келісімге күштеп қол қойғыза алмайтын үнсіз ажал кезіп жүр. Және бұл үнсіз ажал шөл даланың өз физикасы. Каир қандай да бір ғажайыппен Эфиопиямен тіл табысқан күннің өзінде табиғат бәрібір ту сыртынан пышақ сұғады. Тошка сияқты мега жобалардың басты проблемасы Мысыр ғаламшардағы ең экстремалды нүктелердің бірінде табиғаттың іргелі заңдарын алдап соқпақшы. Мұның іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін қараңыз. Инженерлер ылғалды арнайы түтіктер арқылы тікелей топыраққа береді. Бірақ Сахара ең жоғары температурада қосылып қалған дәупеш сияқты қызып тұрғанда, мұндай заманауи әдістердің өзі дәрменсіз. Қайнап тұрған құм өз деген істейді. Ылғалдың басым бөлігі өсімдікті қоректендіріп үлгерместен топырақ пен жапырақ бетінен лезде буланып кетеді. Суару процесі буланумен тоқтаусыз жарысқа айналады. Бірақ жоғалған су бәлеленім жартысы ғана. Нілдің тұщы суының құрамында еріген минералдардың мардымсыз болса да үлесі бар. Су қайнаған күннің астында буланғанда ауыр тұз құмда қалып қояды. Суарған үстіне суару. Жыл артынан жыл өтеді. Көп ұзамай жер бетінде токсикалық ақ қабыршақ пайда болады. Агрономдар мұны ақ өлім деп атайды. Топырақтың тұзданатын сонша, кері осмос процесі жүреді. Тұз ылғалды тамырдан суырып алады, бидай сулы жерде тұрып ақ шөлден құрап өледі. Бұған қарсы тұру үшін инженерлер тұзды тереңге шаю мақсатында одан да көп су төгуге мәжбүр. Бұл тұйық шеңбер. Экологтардың бағалауынша, құны ғарыштық сандарға жететін жер асты дренаж жүйелерінсіз, мұндай егістіктердің өмір сүру ұзақтығы небәрі 15-тен 20 жылға дейін. Одан кейін олар өлі токсикалық сорға айналады. Видеоның басында мен Мысырдың ақшасы жоқ екен, оның үстіне мұндай алып жобаларға шамасы келмейтінін айтқан едім. Қалай ойлайсыздар? Оларды кім қаржыландырып жатыр? Өздерінде де тұщы судың жаңартылатын қоры жоқ елдер. Сауд Арабиясы мен БАА.
Тошқаға инвестиция қия отырып, олар элиталық құрма, жүзім және жидектер өсіреді. Содан соң бұл өнімді Дубай мен Эр-Рияд нарықтарына тасып әкетеді. Қысқаша айтқанда, Араб монархиялары мысырлық суды калория түрінде экспорттап жатыр. Ал бірнеше онжылықтан кейін Мысырдың құмы өлі тұзбен қапталғанда инвесторлар чемодандарын жинайды да тайып тұрады. Ал Мысыр өлтірілген экологиямен жекпе-жек қалады. Картадағы мінсіз жасыл шеңберлерге тағы бір мәрте көз салыңызшы. Енді сіздер барлық шындықты білесіздер. Бұл адамзат ақылының шөл дала үстінен салған салтанат емес. Бұл шарасыздықтан туған алып құм сағат. Оңтүстіктегі эфиопиялық бөгет, іштегі демографиялық жарылыс және Сахараның аяусыз күннің ортасында қысылып қалған Мысыр, басқа барар жер болмағандықтан ғана шөл далаға қарай шегініп жатыр. 21 ғасырдың алғашқы ұлы су соғысы басталып кетті. Айтпақшы, тек Африкада емес, дәл қазір, дәл осындай қорқынышты сценарий біздің іргеде, орталық Азияда да өрбіп жатыр. Тәліптер бүкіл аймақтың суын тартып алу қаупін төндіріп тұрған Алып Қостөбе каналын қазуда. Бұл апаттың толық талдауы экрандарыңызға шықты. Міндетті түрде басып, дәл қазір көріңіздер. Ал осы видеоның астындағы пікірге жазыңыздар. Мысырдың қандай да бір мүмкіндігі бар ма, әлде Эфиопия бастаған ісін соңына дейін жеткізе ме? Нағыз геосаясатты көру үшін арнаға жазылыңыздар. Келесі талдауда кездескенше.